Так, жетістікке жету үшін мен қайтып жетістікке жету деген қазір екінің бірінің аузында жүретін дүние. Соны қыздар, сіздер сондай сұрақта жүрген болсаңыздар, сол сұрақ мазалап жүрген болса, қыздар, мен сіздерге мынандай бір сұрақ қойғым келеді. Сіздер үшін жетістік деген не? Айтыңыздар, успех деген не? Қазір мен сіздерге кері байланысты қосайын. Қыздар, жетістік деген жалпы не, соған жауап беріңіздерші. Как вы думаете? Көптеріңіздің саналарыңызда бар ғой, ойбай, жетістікке жетсем, анау жетістікке жеткен адам. Сіздер жетістік дегенді қалай бағалайсыздар вообще? Каким образом вы оцениваете успех? Что для вас успех? Айтыңыздаршы. Потом көп адамдар өздерін обесценивать етеді, потому что олар ойлайды, анау жетістікке жетіп жатыр, мен әлі жеткен жоқпын деп ойлайды. Жалпы осы өмірде жетістік деген не, қыздар? Айтыңыздаршы. Сәлеметсіздер ме? Біліммен. Жетістік деген не? Жетістікке жету деген не? Алланың сүйікті Мұхаммед пайғамбардың сүйікті үмбеті ол. Тағы. Қойға мақсатқа жету. Не ол қойға мақсатқа жету? Жеттіңіз, и что дальше? Өзіңе ұнайтын істі табу, айналыс, жетістік, өзіңді жеңу, бос жүрмей бір нәрсені бітіру. Мына жерде уже невротизм. Бос жүрмей бір нәрсені бітіру деген ол невротизм. Өзіне бос жүруге рұқсат бермейтін адамдар. Просто расслабиться рұқсат бермейтін адамдар. Баланс семье в работе. Өзіңді табу, өз нәпсіңді жеңген кез, өз қалауларын қанағаттандыру, білімді болу, өзінен кайф алу. Қыздар, негізі білесіздер ме, бұл дүниенің көзімен жетістікті бағалауға болмайды. Біз ақыретте бірақ білеміз, біз жетістікке жеттік па, жетпедік па. Бұл дүниеде біз жетістік, успех деп жүгіретін болсақ, біз никогда оған жетпейміз. Понимаете, қыздар? Успех, біз жетістікке жетпегенімізді ақыретте түсінеміз. Біздің бұл дүниедегі істеу керек нәрсеміз жетістіктің жолында амал ету, яғни дұрыс адам болу. Алла тағаланың бұйрықтарына бойынсынып өмір сүру. Постоянно ниеттеріңізді жаңалап отыру. Яғни пайдалы болу, өзгеге зияның тимеу, сөзіңмен де, ісіңмен де, тіліңмен де, қолыңмен де зияның тимеу. Яғни бұл дүниеде жаныңның жұмақ болуы, жаныңның тыныш болуы. Өзіңді тауып, ешкімге зияның тимей өзіңмен айналысу. Всегда Аллах үшін жаңағы қалай айтсам екен, өзіңмен гармонияда болу. Түсінікті ме, қыздар? Енді ол өзіңмен постоянно гармонияда болу деген тоже ол нереальный нәрсе, но бірақ сол жолда жұмыс жасау. Бірақ та егер сіздер жетістік деп өзіңіздің жетістігіңізді постоянно біреумен салыстыра беретін болсаңыздар, онда сіздер выгорать етесіздер. Онда сіздер невротизмге ұшырайсыздар. На самом деле, қыздар, әр нәрседен хайыр іздеу. Бұл дүниеде вообще, қалай айтсам екен, здесь и сейчас болу, бұл дүниеде өзіңді бақытты сезінудің бір жолы, ол әр нәрседен хайыр көріп үйрену. Не деп айтады? Сендерге ұнамаған дүниеде сендерге хайыр болу мүмкін дейді. То есть, мысалы, мен айттым ғой, менде бір сынақтар болды соңғы кезде деп. Маған ұнап атқан жоқ ол дүние. Прям не устраивает меня. Бірақ мен Алла тағалаға сен неге бүйтіп қойдың деген нәрсе болған жоқ. Мен Алладан естен жалбыранып сұрадым. Алла тағала маған хайырын көрсетші осының. Хайырын көрсетші. Алла тағала, пожалуйста, осы сынақтан достойно өтуге маған білім берші, көзімді ашшы, иман берші, осының жеңілдігін бер деп сөйтіп сұрадым да. Мен ойлаймын да, вот жетістік деген, мне кажется, сол да, когда сенде, қалай айтсам екен, Алладан сынақ келген кезде, сен дұрыс әрекет жасауға тырысасың. То есть сен шайтанға еріп кетпейсің де бұл дүниеде. То есть сен рассуждать ете аласың, размышлять ете аласың. Вот для меня вот в этой жизни успех деген осы. Сонда мен ойлаймын, разумный адам, рассуждать ететін адам, ол ақыретке де қорқпай барады деп ойлаймын да. То есть қорқыныш болу керек, но все равно
сенде бір надежда болады да, үміт болады да. Көбінесе қатты, тотальный, страшный қорқыныш болады. Ақыреттен, өлімнен қорқамын деп жатып, қандай адамдар? Размышлять етпейтін адамдар. То есть сынақ келген кезде оны бір проблема деп көріп кететін адамдар. Ситуация келген кезде проблема деп, жаңа ғой айтқандай, жертва халіндегі адамдар, бүйтіп төменге түсіп кететін адамдар. Мен Алматыдан Далжауға көштім, 1 жыл болды, қатты депрессияға түстім, кейін түсіндім, бұл Аллахтың баған мейірімі. Вот, видите, любой нәрседен Аллахтың қамқорлығын, заботасын көріп үйрену, вот ол бұл дүниедегі жетістік деп ойлаймын. Понимаете, қыздар? Аллах он всегда заботливый, қамқор. Мен ана айтады ғой, Алла тағала, сендер мен жайлы қандай ойда болсаңдар, мен сондаймын дейді екен да. Мен всегда айтамын, қыздар, Аллах он только заботливый деймін да. Қандай сынақ жіберсе де, қандай қиындық жіберсе де, ол өзінің мейірімін, рахымымен, то есть бізді лечить ету үшін жіберіп жатыр, біздің нәпсімізді тазалау үшін жіберіп жатыр, бізді тура жолға салу үшін жіберіп жатыр. Біз адасып бара жатырмыз, біз жерде білмеймін, нәпсіміз семіріп бара жатыр, рухани бір дертке ұшырап бара жатырмыз. Сол кезде Алла тағала сынақ жібереді де. Не үшін? Ана ішіңді тазала дейді. Күрес нәпсіңмен. Нені дұрыс істемей жатсың? Ойлан дейді. Ойлан. Жүрегіңді тыңда. Короче, ізден. Былайша айтқанда, өзіңнің бір дұрыс емес әрекеттеріңді түзе деп жатыр да. Өзіңді қалай табасың дейді. Ну, здрасте, қыздар. Бағаны бер, не тыңдап отырсыздар? Не тыңдап отырсыздар, бағаны бер. Так. Бір сөзбен айтсам, қыздар, өзіңді табу деген, ол іздеу, пробовать себя. Сіздер өздеріңізге ұнайтын, всегда айтамын, ұнайтын торт, ұнайтын мороженныйды қалай табасыздар? Жеп көресіздер ғой, салыстырасыздар ғой. Ана мороженое жеп көресіз, ұнамайды, мына мороженое жеп көресіз, ұнамайды. Сонымен салыстырып, ең соңында анадан да мынадан да тәтті бір мороженое тапқан кезде, оказывается, мынау менің любимый мороженое екен ғой. Сол секілді үйде диванда жатып алып, мен өзімді қалай табамын, сүйікті ісімді қалай табамын деп жатсаңыз, никогда таппайсыз. Я вам заверяю. Яғни өзіңіздің сүйікті ісіңізді табу үшін, өзіңізді табу үшін ізденіңіз, көріңіз, ана істі көріңіз, мына істі көріңіз. Прислушайтесь к себе, қайсы істі сіз кайфпен істейсіз екен. Қай істі істеген кезде сіз кайфовать етеді екенсіз. Мен айттым ғой, көбінесе адамдар өзінің сүйікті ісін табып қай кезде проблема басына түскен кезде. Мысалы, бір әйелдердің бетімен проблема болады. Қорсы, портится етеді, безеу шығады. Сосын ол не істейді? Соны шешудің жолында ананы іздейді, мынаны білім ала бастайды, ананы көреді, мынаны көреді. Ең соңында не істейді? Ол өзіне бір оптимальный бір нәрсені табады да. Қыздар, я знаю секрет, как вылечить акне дейді да. Мен түсіндім дейді да. Сөйтіп ол өзгелерге сол жақтан пайдалы бола бастайды. Немесе бір әйелдер бар, толып кетеді. Арықтаудың жолын іздейді, былай іздейді. Бір күн шолқ етіп, миында бір нәрсе түсінеді, бірдемені түсінеді, табады, арықтайды да, соны айтады. Қыздар, мен арықтаудың жолын біліп алдым, мен сізге арықтауды үйретемін дейді. Вот, сөйтіп өзінің өмірде миссиясын табады. То есть біз проблеманы, өзіміздің басымызға түскен проблеманы шешу арқылы, ол не только духовная проблема, мүмкін теломен проблема, денсаулықпен проблема. Мысалы, бір әйелдердің баласы аутист болып туады, мысалы, мен неде бір мүгедек болып туы мүмкін, сол әйелдер қойма ізденеді, анда апарады, мында апарады, шешімін табады, лечениесін табады, мысалы. Содан кейін ол сол айналасында соған сондай әйелдерді Алла тағала жібере бастайды. Ол не істейді? Сосын сол әйелдерге көмек бере бастайды, поддержка бере бастайды. Біреулер сондай центр ашады, мысалы, реабилитационный, Яғни әркімнің бір жетістікке жеткен адамның историясын тыңдасаңыздар, олар өздері сондай сынақтан өткен адамдар. Түсінікті ме, қыздар?